Таңғы сағат 7-де үйден шығамыз. Осы арқылы мына полный осы көшені до конца алып кетеміз қазір. Осы Ерназар екеуміз істеп жүрген біраз уақыт болып қалды. Әріспесін. Еңбекте бәрінде еңбекқор, жақсы жігіт. Ылғи көмектесіп, ылғи постоянно бірге жүреміз. Бір машина ремонттағанда бәрінде бірге ремонттаймыз. Жұмысқа кешікпейді, уақытымен келіп жүреді. Кез келген тұлғада өзінің жеке мобилографы бар. Президентке дейін біздің жеке мобилографымыз мен боламын. Қандай қызмет атқарасыздар, соның барлығын анықтайтын боламыз. Қайырлы таң достар, бүгін 16 қазан, Астана қаласында күн өте суық, күз ортасы болғанына қарамастан, құдды бір қыс мезгілі секілді. Дәл осындай қытымыр суыққа қарамастан, елордамыздың көше тазалығын, көше санитариясын қамтамасыз етіп жүрген Астана тазалық ұйымымен біз бүгін танысатын боламыз. Және арнайы көше техникасының жүргізушісінің күні қалай өтеді, бірге білетін боламыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Достар, қазір мен де жүргізушімен бірге жұмысқа шығатын болғандықтан осындай Астана тазалықтың арнайы жұмыс формасын киіп алатын боламын. Достар, мен қазір жұмысқа толық дайынмын, өз формамды кидім. Енді қазір Ерназар мырзаға қарай бара жатырмын. Қазір біз жұмысқа кірісетін боламыз. Алдымен ол кісімен танысып алайық. Ассалаумағалейкум, Ерназар мырза. Сізбен көріскенімізге қуаныштымын. Қайырлы таң дейміз. Жалпы көңіл күйіңіз қалай? Жұмысқа дайынсыз ба бүгін? Құрметті күн, қайырлы оқырмандар. Менің толық аты жөнім Қалдар Ерназар Алтынбекұлы. Астана тазалық фирмасында жұмыс істеп жатқаныма 3 жыл. Арнайы спецтехника маманын жүргізушімін. Жалпы ең алдымен мен білгім келетіні сіздің жұмыс күніңіздің тәртібі жөнінде. Таңертең нешеде тұрасыз, қаншада келесіз, жұмыс процесі қалай жүреді? Таңғы сағат 7-де үйден шығамыз. 7:30-да уже жұмыста болуым керек. Жұмыста келіп, мұнда диспетчерскийға келіп пучокымызды аламыз, медигімізден өтеміз, механиктен рұқсаттама алып, выездға шығамыз. Оған дейін біз қазіргі кішігірім ремонтымыз бар, соны жасап, сол уақыттан кейін шығамыз. Где-то оның кезінде щетка ауыстырамыз, су шашатын рейкамызды саламыз, сосын мойкаға кіріп, мойкадан кейін КПП жұмысқа шығамыз. Біз қазір медосмотрдан өттік, диспетчерлік бөлімнен талонымызды алдық. Енді келесі кезекте біздер? Енді ремонт жөнінде қазір справкаға барып, щеткамызды аламыз, рейкаға рұқсат аламыз. Рейкамызды алып, бәрін салып, сосын барып выездға шығамыз. Сегізден басталады жұмыс уақыты, кешкі сағат 8-ге дейін. Кешкі сағат 8-ге дейін. 7:40 шамада базарға кіреміз. Уже напарниктерге машинаны тапсырамыз, жуып шайып, міне көріп тұрған машина алдымызда тұр. Мен Рамазанов Сартай. Осы Ерназар екеуміз істеп жүрген біраз уақыт болып қалды. Әріспесін. Еңбекте бәрінде еңбекқор, жақсы жігіт. Ылғи көмектесіп, ылғи постоянно бірге жүреміз. Бір машина ремонттағанда бәрінде бірге ремонттаймыз. Әрдайым осылай бірге жүреміз постоянно. Күні-түні болса да біз бір қиындық болса бірге істеп жатырмыз бәрін жұмысты. Жұмысқа кешікпейді, уақытымен келіп жүреді. Сол уақытымен бір-бірімізге сменамызды сдавайттап, машинамызды жуып тазалап, бір-бірімізге ылғи тазалап, сдавайттап жүреміз. Астана тазалық ұйымы туралы бір пікіріңізді білсем. Жақсы сол, условиясы жақсы. Нелер төленіп жатыр ғой, ай сайын айлығымызды алып жатырмыз, еңбегіміз. Саймандарын беріп тұрады. Ремонтқа тұрғанда ремонттап істеп шығамыз. Жолда жүретін кезде басқа көлік жүргізушілері болады, солардың тараптарынан кедергі келтіретін көлік жүргізушілері бола ма? Сондай жағдайлар болып тұрады. Ондай жағдайлар көп болып тұрады анда-санда. Көп ондай жағдайлар. Енді қыста, боранда бәрінде көбінесе бір-бірімізді жауып жүреміз. Сол көбінесе жеңіл машина жүргізетіндерге айтуға болады енді. Сол кене біз жүргенде кішкене бізге жол беріп, не етсе жақсы болады енді.
былайша ол жол бермей арамызға кіріп соғылып жататындар да болады енді. Оған енді бәрін бірдей үйрете алмайсың ғой. Особенно көбінесе мынау жастар жағынан, не жағынан енді правиланы кішкене бәріміз жақсы білсек, кішкене құрметпен бірімізге қарасақ, бірімізді түсінікпен, сонда онда ешқандай не болмайды, ДТП да болмайды, ештеңе де болмайды. Біздің енді бар міндетіміз сол таза қала болсын дейміз ғой. Таза қала болсын, елге, жұртқа кішкене ауа таза болсын деп. Ауыстыру процесі болсын, ескі шөткі болса кішкене оқып бітеді. Одан кейін уже новый наяқтан бастап алып қалады. Бұл ана көшені сыпыруға ғой қоқыстарды. Так, біз өз щеткамызды ауыстырдық. Шөткі ауыстырдық, рейка ауыстырдық. Рейкамызды ауыстырдық. Енді қазір келесі кезекте Машина жуамыз кетті. достар, біз жолға шығуға әлі де қамданудамыз. Келесі кезектегі процесс техниканы жуу. Бұл міндетті түрде жасалынатын процесс болып есептеледі. Сондықтан да қазір мойкаға кіретін боламыз. Hey yo, Jim, man, won't you kick some of that? You know how you do it, man. It's a trip. People don't even believe we're together right now. But tell your story. You know the one I like. Say it for me. Riders on the storm. Біздер мойкадан қазір шықтық. Енді кезекте линияға шығамыз. Линияға шығамыз. Водокачкеден барып су аламыз. Сол жерден бригадирлер болады. Өзімізге рейс береді, сол өзіміздің маршрутымыз бойынша рейсіміз бастаймыз. Қазір осында жаңағы жаңбырлы күндерде шөткі, орта белінде шөткісі бар. Сол шөткісімен көшені сыпырамыз, оңға қарай, шетке қаратай. Қоқыстан тазартамыз. Мынау алдындағысы бұл рейка. Бұмен тек су шашып, екі бағытқа жазады. Рейкамен и саплода саплода дальныйға екі шетке жазады. А рейка только полосаларға именно жолдың шеткі бордюрдің түптері болады ғой. Вот солар тазартып отырады. Қыс уақытысында алдында атвал болады. Атвал менен біз қарды оңға қарай тек колоннамен жүреді. Басы 8 машинеден басталады. Алдында ведущий болады, оның артында замыкающий болады. Осы колоннамен жүрген кезде, особенно осы қаланың ішінде жеңіл көлікте жүрген кісілер бар ғой. Вот сол колоннаның арасында көп кіреді. Оны біз сол қанша ол кісілердің өздеріне де айтамыз, шетке қарай да қысамыз, ортаға көбінесе кіреді. Өйткені ведущий бізді, олар бізге сеніп келе жатады ғой, артында замыкающийға. Ведущий ол чисто оңға қарай поворотпен жұмыс жасағаннан кейін, ол ведущий алдынан оңға қарай кіргеннен кейін, ол ортадағы жеңіл машина көрмейді. Сондай кезде көбінесе ДТП болады да. Сол себепті жеңіл машина кісілерге колонна бір 5 минут шыдаса, уже светофордан оңға қарай поворотпен басқа көшеге кіріп кетеді. Кезде болды, біз боковой артқы айнамыздан қарап отырамыз. Қатты пробка болған кезде ведущий бұрылмайтынын біз білеміз ғой, өйткені қай кезден бұрылады, қай жерден бұрылмайды. Сол кезде біз ана ортада көп пробка болмашын ортасынан жіберіп отырамыз машина. Колоннаның арасына көбінесе кірмесе осы қыс уақытысында. Өйткені біз полный колонна емес 8 машина бірде жүрген екен, ортадағы машиналарды алдында, мысалы, мен 5-ші или 6-ші болып жүрсем, алдындағы машиналар ол менің алдына кіріп кететін болса, ол алдында келе жатқан колоннадағы машиналар көрмейді оны. Өйткені бәрі оңға поворот алған екен, полный колонна былай бұрылған екен, ол тура мертвый зонаға барады да. Сол себепті ДТП көп болады. Қатты боранды кездерде болмаса, бізге қатты анау айтқандай кедергі жоқ. Өйткені КамАЗдарымыздың бәрі қысқа дайын, іші жылы. Енді қаланың іші болған екен деп ойлаймын, ол қаланың іші болған екен шығар. Қатты кедергі жоқ, қаланың сырты болса, енді ол қиындау болады. Бізге полный қыстық киім, форма, жаздық форма бәрі түгел уақытымен беріледі. Одан кейін айлығымыз уақытылы, айлығымызды ерте алмасақ кеш алмаймыз. Пенсионы, медстраховка бәрі уақытымен төленеді. И қысқы мезгілде обед, талон беріледі обедке тегін. Жұмыс жаман емес, жақсы. Бәрі ойдағыдай. Сол пакет полный медстраховка, пенсионный, жаңағыдай жылдық демалыс ақы бәрі төленеді. Біздің қазіргі жуайын деп жатқан көшеміз прибордюрка дейді. Осыны полный жуамыз рейкамен.
Құрметті көрермендер, құрметті Ерназар аға, бүгін біз болып, сіз болып, сіздің жұмыс процесіңізбен, қызмет барысыңызбен таныстық. Өзіңіз байқағандай, сіздердің қажырлы еңбектеріңіздің арқасында еліміздің бас қаласы Астанамыздың тазалық, көшелеріндегі тазалық қамтамасыз етіліп жатқан байқадық. Сіздерге көп алғыс білдіреміз. Осы үшін жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Жұмыстарыңыз, қызметтеріңіз әрқашан жемісті бола берсін. Сіздерге де рахмет, сіздерге де сәттілік. Астана қаласының тұрғындары қаламыздың тазалығын бірге ұстайық. Демалыс орындарда жаңағыдай қаламыздың өзінде тазалығымызды бірге ұстайық.